сіздерге тағы да бір пайдалы ақпарат болсын. Бұл жолы біз артритке пайдалы тағамдар және де жеуге болмайтын тағамдарды қысқаша айтып өтетін боламыз. Яғни артритке бірінші пайдалы тағамдарға балық өнімдері кіреді. Оның ішінде скумбрия, сардина деген сияқты олар омега-3 қышқылы, яғни ол қабынуға қарсы әсер етеді бізде. Одан кейін жеміс жидектер, соның ішінде көкжидек, таңқурай, шие деген сияқты. Бұл да қабынуға қарсы, бұлардың бойында қабынуға қарсы антиоксиданттар бар. Зәйтүн майы табиғи қабынуға қарсы әсер етеді. Жаңғақ тұқымдасына жататын нелер, грек жаңғағы, чия деген сияқты буынға пайдалы майлар бар бұлардың да құрамында. Жасыл жапырақты көкөністер, қырыққабат, шпинат, брокколи деген сияқты. Жасыл көкөністерді қоссаңыздар болады, жеміс-жидек деген сияқты, қияр деген сияқты бәрін қоса берсеңіздер болады. Одан кейін кальций кідәруменіне бай бізде қызылша, тәтті картоп, буын ісінуін азайтады бұлар. Одан кейін гречка, қарақұмық, одан кейін сұлы қоңыр күріш, глюкоза деңгейін тұрақтандырады бұл. Одан кейін су мөлшерін тағы да біз баланста ұстауымыз керек. Суды мөлшеріне ішуге, сіздің салмағыңызға байланысты 1,5-2,5 литрдағы су ішуге 6-8 стакан мысалы үшін. Ол буын арасындағы сұйықтықты сақтайды, соған көмектеседі. Артрит кезінде қолдануға болмайтын тағамдардың тізімінде айта кетейін. Қатты тәттілер қабынуды күшейтеді. Қатты тәттілерге кішкене шектеу қою керек. Одан кейін ақ нан, тәтті тоқаштар қантты көтеріп жүреді, қабынуды арттырады бұлар. Қою сүт өнімдері, қаймақ, ірімшік көп мөлшерде қолдансаңыз қабынуды тоже күшейтуі мүмкін деген сияқты. Одан кейін тұзды маринадталған өнімдер буын бұдан ісінуі мүмкін деген сияқты. Одан кейін қуырылған фастфуд, яғни жеңіл дайындалатын фастфуд тағамдары тоже қабынуды қоздырады. Тәтті газды сусындар, бұлар да өте зиян, тіндердің қышқылдығын арттырады бұлар. Енді қосымша кеңес куркума ол буынға табиғи әсер етеді. Одан кейін зімбір ісіну мен ауырсынуды азайтады. Осылай су мөлшерін ретте ұстап, осы бір диетаны ұстап жүрген абзал.